Өлімді ұмытпа, Омар. Омар ибн Хаттаб халифа болған кезінде біреуге әділетсіздік жасап қояр ма екенмін деп қатты қорқады екен. Сол себепті өз қаржысына бір адамды жалдап, күн сайын маған өлімді ескертіп тұр деп тапсырма береді. Сол күннен бастап ол Құдайдың құтты күні келіп, өлімді ұмытпа, ей Омар, деп ескертіп кетеді екен. Арада бірталай уақыт өтті. Бір күні осы ескерту тағы да жасалғанда, ескертушіге Хазіретті Омар былай дейді: сен енді бұл жұмыстан боссың, бауырым. Енді маған сенің ескертуің қажет емес. Ескертуші таң қалып: не болып қалды, Омар? Жалпы жақсы іс еді. Бұдан бас тартқаның қалай деп сұрайды. Сонда оған Омар: мына менің сақал шашымның бозғыл тартып ағарғанын көрдің бе? Бұлар енді маған күн сайын өлім барын ескертіп тұратын болады депті. Осы күні жасы келген кісілердің сақалдарын неге қара беретіндеріне түсінікті болған сияқты.